Коммуналдық мәселелер қала мен ауылға бөлінбейтіні анық. Бұл саладағы түйткілдер қашанда өзектілігін жоғалтқан емес. Бүгін аймақ басшысының төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте елді мекендерді ауыз сумен және жылу жүйелерімен қамту, әлеуметтік нысандардағы қазандықтарды газға көшіру мәселелері қаралды. Сонымен қатар тұрғындарды алаңдатқан өзге де коммуналдық проблемалар талқыланып, жауапты мекеме басшыларына нақты тапсырма берілді. Жиын барысында тағы қандай мәселелер көтерілді? Сюжетке зер салайық. Аппараттық кеңесте энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы өзекті мәселелер жан-жақты талқыланды. Басқарма басшысының мәліметінше өңірдегі 357 елді мекеннің 284-ті табиғи газбен қамтылған. Қазіргі таңда Сарысу мен Шу аудандарындағы 32 елді мекенді газдандыру жобаларын аяқтау үшін қосымша қаржы қажет. Жобалар толық іске асса, облысты газбен қамту деңгейі 96%-ға дейін жетеді. Бұдан бөлек 25 жылы Талас ауданында 3 елді мекенді газдандыру бойынша жобасын бастауға ұлттық қор есебінен және жергілікті бюджет есебінен 898,2 миллиард теңге толық игерілді. Дегенмен елді мекендердің газдандыру жобаларын биыл аяқтау үшін 2,1 миллиард теңге бюджеттік өтінім тапсырылғанымен республикалық және жергілікті бюджеттен қаржы қарастырылмаған. Жобалар іске асқан жағдайда ауданның 3 елді мекеніндегі 2000-нан аса халық көгілдір отынға қол жеткізетін болады. Кеңесте жылу және электр энергетикасы саласындағы өзекті мәселелер де жан-жақты талқыланды. Әсіресе өңірдегі электр желілері мен трансформаторлық қосалқы станцияларының құжаттарын түгендеу жұмыстарының баяу жүруі сынға алынды. Облыс әкімі бұл бағыттағы жұмыстарды жеделдетуді тапсырып, жауапты мекемелерге нақты міндеттер жүктеді. Қазіргі таңда Тараз қаласында Теңгерімдегі 357 шақырым электр жүйесі, 427 трансформатордың құжаттары бар, 156 ғана трансформаторның электр жүйелері. Шу ауданында 55 дана трансформатор, 1 дана қосалқы подстанциясы, 88-де 2 шақырым электр жүйесі бар. Меркі ауданында мысалы Теңгерімдегі 62 шақырым электр жүйесі болатын болса, 34 трансформатор бар. Тапсырма орындалмай жатыр толықтай. Мәселе бұл жерде осы кететін жерге орналастыру жобасы және де құжаттарды түгендеу барысында Тараз қаласы бойынша бірқатар өзекті мәселе 718 миллион теңге қарастырылған. Бұл өткен жылы 350 миллион теңгесі қойылып, жұмыстар атқарылған. Биылға қалған қаражаттарын алдағы нақтылауды қоюды жоспарлап отыр. Осы Меркі ауданы бойынша да басқа аудандар бойынша да өзекті мәселе болып отқан осы құжаттарды түгендеуге кететін қаражаттың көлемінің ауқымдығы. Жалпы өңірде коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту, елді мекендерді сапалы ауыз су, жылу және электр энергиясымен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар кезең-кезеңімен жалғасады. Аймақ басшысы бұл салалардағы жобалардың орындалуын қатаң бақылауда ұстап, жауапты мекемелерге тапсырмаларды уақытылы әрі сапалы орындауды міндеттеді. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.